Еліміздегі EMA 2016 атты ең ауқымды музыкалық марапат жақындап келеді. Көрермендер Қазақстанның белгілі әртістері ұсынатын таңғажайып шоудың куәсі болмақ. Жақында бастау алған SMS арқылы дауыс беру нағыз виртуалды шайқас алаңына айналды десе де болады. Мыңдаған жанкүйер аталған категориялардағы сүйікті әртістеріне қолдау білдіріп жатса, марапат номинанттары шараға мықтап дайындық жасауда. EMA күнделіктерінің бүгінгі санында үздік ұжым және үздік ән номинацияларына ұсынылған ЕС-17 тобы. Прости, но ты теперь не друг, не брат, и мне не нужен больше белый флаг. Я отпущу тебя, но выше губ. ЕС-17 ерекше топ. Тыңдармандар сарын және арнау сияқты дуэттердің форматына үйреніп қалғанымен, Дарья Александрова мен диджей Шуга қазақстандық эстрадаға жаңа леп алып келгендей. Елімізде әзірге ондай топ құрыла қоймағандықтан ЕС-17 назар аударуға тұрарлық. ЕС-17 тобының диджей болғандықтан би алаңындағылардың көңіл күйіне жауап берем. Бүкіл бағдарламаға да мен жауаптымын. Мен осы топтың әншісімін, бар міндетім ән айту. Алғашында топ EMA марапатына 2 емес бірден 3 номинацияда ұсынылды. Үздік видеоклип, үздік ән және үздік ұжым. Өнер иелерінің «Мама» атты әнге түсірген клиптері ешкімді бейжай қалдырмағанымен, дауыс берудің бірінші кезеңінен нәтижесі бойынша әртістер үздік видео категориясынан шығып қалды. Алайда олар қалған 2 номинация бойынша бақ сынамақ. Даша мен Женяның айтуларынша, олар EMA марапатын жеңіп алу мүмкіндігіне ие болғандары үшін өте қуанышты. Тобымыздың бірден 3 номинацияға ұсынылғанын білгенімде Музон телеарнасына іштей алғыс білдірдім. Еңбегіміздің еш кетпегенін, көрерменнің, продюсерлердің, телеарналардың бізді байқап, бағалағандарын түсіндім. Бұл үшін қуаныштымыз. Сол кезде мен анамен бірге Алматыда жүрген едім. Екеуміздің қуанышымызда шек болмады. Номинацияда болудың өзі үлкен қуаныш, жеңбеуіміз де мүмкін. Музон сияқты керемет телеарнаның марапатына ұсынылудың өзі біздің ұжым үшін жақсы жаңалық. 2015 жылы поп-дуэт аталмыш марапатта жыл жаңалығы номинациясына ұсынылған еді. Бірақ сол жылы жеңіс олардан айналып өтті. Енді ЕС-17 марапаттау салтанатын тағатсыздана күтіп шараның жаңалықтарын жіті қадағалауда. Мәселен, үздік хип-хоп жоба номинациясында Даша мен Женя көптеген орындаушылар үшін дауыс беруге дайын. Тіпті сыйлықты бірден 2 әртіске берген болар едік дейді. Үздік хип-хопқа келер болсақ, Бахаға дауыс берем. Нағыз жыл жаңалығы деп сол әншіні атар едім. Өзі Алматыдан болса да, өнерінің арқасында Ресей, Украина, Лондон, Дубай сияқты мемлекеттерді өзіне тәнті ете білді. Скриптонит те осал емес, бірақ оның шығармашылығы мен үшін күрделі нәрсе. Ол үшін рэп сүйетін адам болуың керек. Ал мен Джахалиптің жанкүйерімін. Сен айтпақшы Лондон, Дубай. Бірақ Дагуданың әндері жүрегіңді елжіретіп жібереді. Өкінішке орай олар 3-ші орында тұр. Дагуда Джахалиппен бірге тұрса екен деп едім. Оларды қатты ұнатамын. Жақсы араласамыз. Сондықтан даусымды соларға беремін. ЕС-17 сәтті шыққан топ ретінде тек Қазақстан бойынша ғана емес, Ресей, Украина және Белоруссия мемлекеттерінде өнер көрсетіп, тіпті Константин Меладзенің экс-жобасы Иньян триосымен де жұмыс істеп үлгерген. Дәл сол себепті үздік дуэт номинациясы туралы сөз болғанда өнер иелері Диана Шарапова мен Сергей Зверевтің тандемін жеңіске лайық деп тапты. Бұл өте сәтті шыққан дуэт. Бізде Сергей Зверевпен дуэт жазған басқа кім бар? Онымен бірге ән жаздыруға әркімнің батылы бара бермейді. Диана жарады. Басқа дуэттер есімде жоқ. Басқалар ренжімесін. EMA марапатындағы үздік видео номинациясында қазіргі сәтте 91, Алем Бенд, Мақпал Исабекова, Ерке Есмахан мен Төреғали Төреәлінің дуэті. Юнус Перс, Макс Лесников, Әли Оқапов, Артур Төлепов және достар бақ сынайтынын айта кету керек. Даша мен диджей Шуга атты аталған өнер иелерінің арасынан кімнің клипі жеңіп шығатынын білетін көрінеді. Маған 91 ұнайды. Өте мықты команда. Стильдері де керемет.
керемет. Меніңше жеңісті солар алып кететін сияқты. ЕС-17 тобы өздері айтып отырған 91 мен үздік ән номинациясында сайысқа түспек. Алайда бұл өнер иелері жеңіске қол жеткізе алмаса да өкінбейтіндерін жеткізді. Жанар Дұғалова, маған Жанардың шығармашылығы өте қатты ұнайды. Дагуда 91 тобы сондай-ақ Жанар Дұғалова жеңіске жетсе екен деймін. Олардың бәрі тең тұрған сияқты. 91-ның жанкүйерлері ренжімесін, бірақ Жанар да осал емес. Марапатқа ұсынылған «Мама» әнін әншілер Киевте жаздырыпты. Дарьяның айтуынша композицияның сәтті шығуына олардың продюсерлері Алексей Пучков көп ықпал етсе керек. Әнді Киевте жаздық. Продюсерімізге бірден ұнай қоймағандықтан әнді қайта жазуымызға тура келді. Бізге ұнағанымен продюсеріміз ештеңені жақтырмады, бірақ нәтижесі жаман болған жоқ. Ой, не своди меня, мама, с ума. Дай мне попробовать счастье. Я бы была вместе с ним до утра и не спешила прощаться. Айта кетерлігі, осы жылдың соңына қарай ұжымның жаңа альбомы жарық көрмек. Дуэт соңғы музыкалық тенденцияға сай болу үшін болашақта өз стильдерін өзгертулері мүмкін екенін айтты. Өздерінің жеңіске деген мүмкіндіктерін бағалай келе, ЕС-17 үйлеріне тым болмағанда бір сыйлықты ала кетуді армандайтындарын жасырмады. Егер ЕС-17 тобының жеңісін көргілеріңіз келсе, SMS хабарламалар арқылы оларға қолдау білдіріңіздер. 39 немесе 63 сандарын 5708 нөміріне жолдаңыздар. Сайыс нәтижесін тек сіздер ғана шешетін боласыздар. Сәлем, біз ЕС-17 тобы EMA 2016 марапатында біз үшін дауыс беріңіздер.